Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Ардақ. Бүгін сіздермен 2 айлық нәрестенің дамуымен бөліспекшімін. Лайк басып, каналға тіркеле кетіңіз. Балаңыз күннен күнге өсуде. Ал кет дегендеше 2 айлық бала не істей алатынын бірге көрейік. Басын көтеруге тырысады. Көтеріп біраз уақыт тұрады. Бір қырынан жатса, арқасын айналады. Сізге қарап күледі, сөйлегенде қарайды, уілдеп дыбыс шығарады. Дауысты дыбыстарды шығарады. А, у, деген дауысты дыбыстарды шығара бастайды. Сіз сөйлегенде басын бұрады, қозғалысқа көңіл бөліп қарайды. Дыбысқа басын бұрып, көзімен іздейді. Ойыншықтар іліп қойыңыз және сылдырлатып қойыңыз. Дыбысқа мән береме бақылаңыз. 2 айында дәрігер бойын, салмағын өлшеуге шақырады. Міндетті түрде барыңыз. Дәрігерден қанша салмақ қосқанын сұраңыз. Балаңыз жақсы дамып жатыр ма, біліңіз. Жауырынын, мойнын көруді талап етіңіз. Барлық дәрігер балаңызды шешіндіріп көруі керек. Бәрі жақсы болса, алғашқы екпеге жіберіледі. Нәресте үшін таза ауада серуендеу өте маңызды. Күніне 2 мезгіл далаға шығарып серуендетіңіз. Дәрігер қабылдауынан өттіңіздер ме? Ал сіздердің сәбилеріңіз неше айлық? Айтар кеңесіңіз болса, пікір қалдырыңыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.